Саламатсызбы балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сызықтық, тармақталған және циклдік командаларды ойын программалау ортасында қолдану. Сабағымыздың мақсаты тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану. Программа алгоритм арқылы жазылады. Алгоритм берілген есептің шығару жолын көрсететін командалар жиыны. Scratch программалау ортасында алгоритмдер қалай жазылады. Scratch программалау ортасында алгоритм сценарий және скрипт ұғымымен бірдей болып келеді. Алгоритм құрылымына қарай үш негізгі бөлікке бөлінеді. Яғни сызықтық, тармақталу, циклдік. Алгоритм түрлерін қарапайым өмірде қарастыратын болсақ, сызықтық алгоритм дегеніміз бір қалыпты түзу қозғалыс. Тармақталу алгоритмі бір қалыпты түзу қозғалысымыздың бірнеше тармақтарға бөлінуі. Циклдік алгоритм бір қалыпты қозғалысымыздың бірнеше қайталануы болып табылады. Сызықтық алгоритм командаларының тізбектеле орындалу секілді Scratch программалау ортасында блок командаларын бірінен соң бірін орналастырамыз. Мысалы, Scratch программалау ортасында қарапайым нысанның жай ғана қозғалысы. Нысанның кедергісіз жүруі барысында сызықтық алгоритмдерді тиімді пайдалануға болады. Тармақталған алгоритм шарттың орындалуына байланысты болады. Тармақталу командасы логикалық шартты тексере отырып, тармақтала орындалуын сипаттайды. Тармақталу командаларын екі түрге бөліп қарастыруға болады. Толық емес және толық тармақталу. Толық емес тармақталу шарт орындалған кезде қарастырылады. Толық тармақталу шарт орындалмаған жағдайда да қарастырылады. Қарастырып өтейік. Если то, егер онда. Егер шарт орындалса, онда сөзден кейінгі әрекеттер орындалады. Если то иначе. Яғни шарттан кейінгі ішкі құрылым орындалады. Шарт қанағаттандырылмаған жағдайда әйтпесе тармағы орындалады. Ждать, до, шарт орындалғанша күту. Циклдік алгоритмде іс-әрекеттер бірнеше рет орындалады. Scratch программа ортасында циклдік алгоритмнің үш түрлі командаларын пайдаланамыз. Всегда, әрқашан, құрылым ішіндегі командалар үнемі орындалып тұрады. Повторить командалар бұл неше рет қайталану қажеттігін көрсетеді. Повторить пока, шартты тексеру. Блок ішіндегі әрекеттер шарт орындалғанша қайталанады. Осылайша, Scratch бағдарламалау ортасын бағдарлама жасау тілінен гөрі шығармашылық жұмыс құралы ретінде пайдалана аламыз. Және осы бағдарламалау ортасының қарапайымдылығы программалау негізін оңай үйренуге мүмкіндік береді. Сызықтық, тармақталған және циклдік командаларды ойын программалау ортасында қолдану мақсатында Scratch программалау ортасында жасалған су асты патшалығына саяхат жобасын қарастырып көрелік. Бұл жерде үш спрайт алынған, яғни спрайт 1, спрайт 2, спрайт 3. Әрбір спрайтқа жеке скрипт, яғни алгоритм құрастырылған. Спрайт 2-нің скрипті сызықтық алгоритмнің көмегімен құрастырылған. Бұл жерде қолданылған блоктар қозғалыс блогы және түр блогы. Келесі спрайт 3 және спрайт 1-дің скриптіне келетін болсақ, бұл жерде сызықтық, тармақталу және қайталану алгоритмдері толығымен қамтылған. Яғни бұл жерде қолданылған қозғалыс блогы, түр блогы және ең негізгі басқару блогының командалары алынған. Енді ойынымыздың нәтижесіне көңіл аударайық. Өздерің көріп отырғандай, спрайт 2 алға 10 қадам жасап, балықтарды тоқтатуға тырысады. Ал спрайт 1 мен спрайт 3 100 қадам алға жүріп, кедергіге соғылғанда кері қайтып әрекеттерін бірнеше рет қайталайды екен. Scratch бағдарламалау ортасында жасалған келесі ойын бағдарламасына көңіл аударайық. Бос орын клавишасын басып, ойынды бастаймыз. Ойынымыздың шарты бойынша бірінші мәреден екіншіге шеттегі кедергілерге соғылмай, түзу жету. Басқару клавишаларының көмегімен оңға, солға бұрыла отырып, арнайы мәреге жету.
Арнайы мәреге жеткен кезде ойынымыздың екінші кезегіне өтеміз. Екінші кезеңді өздеріңіз көріп отырғандай, бірінші кезеңге қарағанда қиынырақ. Қарап байқағандай, егер де біз кедергіге соғылып қалсақ, онда ойынымыз жаңадан басталады екен. Міне осындай керемет ойын бағдарламаларын болашақта өздерің сызықтық тармақталу қайтану алгоритмдер қолданып жасасаңыздар болады. Сәттілік. Сабағымыз сіздерге түсінікті болса, білімді бекіту қолдану мақсатында келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймын. Алгоритмнің қандай түрлерін білесіңдер? Сызықтық тармақталған циклдік командаларды қолданғанда қандай блоктарды пайдаланамыз? Циклдік командаларды программалау ортасында қалай қолданамыз? Түсіндің бе? Іске сәт. Барлықтарыңыз тапсырмаларды өзіңіз орындауға тырысыңыз. Үй тапсырмасы. Сызықтық алгоритм орындалатындай жоба жасаңыздар. Суреттегі программаны орында. Қандай алгоритм орындалған сипатта? Жұмысыңыздың суретін түсіріп, оны почтаға тексеру үшін жіберіңіз. Қатты күтемін. Сәттілік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.